Бұл оқиға өмірде болған оқиға Қайрат Жолдыбайұлының кітабынан алынған. Студент екі әулие. Бірнеше күн бұрын Астанадағы Мұмтаз мейрамханасында жүздері таныс екі жігіт күлімдеп келіп, ерекше ықыласпен амандасты. Бірден тани кеттім. Бұл Дастан мен Манас. Дастарханға шақырып едім, бірден келсе кетті. Әңгімеміз жарасып, осыдан дәл 8 жыл бұрын болған оқиғаны еске түсірдік. Бұл екі жігіт менің көзімде жер бетіндегі тірі жүрген әулие. Неге дейсіздер ғой? Айтып берейін. Алматыда діни басқарма бөлімінде жұмыс жасаған кезімде бір топ жігіт менен өмірлеріндегі маңызды бір мәселенің пәтуасын сұрай келіпті. Мұқият тыңдадым. Екеуі де Кюнет желілік маркетингінің Қазақстандағы басты лидерлері. Екеуі де студент болғанына қарамастан, Қазақстанда осы істі дөңгелетіп айына емес, күніне қыруар табысқа кенеліп, қалталары майланып жүрген көрінеді. Мінгендері қымбат көлік, күнделікті асты тек қымбат мейрамханалардан ғана ішеді. Жұмыстарының дөңгелеген соншалық аз ғана уақыттың ішінде бір ғана Алматыда 27 офис ашып үлгерген. Қанаттарының астына 9 мыңға жуық адам тіркелген. Осындай пайдаға кенеле тұра жүректеріндегі иман үні оларды менің алдымнан бір-ақ шығарды. Кюнет желілік маркетингі адал ма, әлде арам ба? Сұрақ күрделі. Ал арам болса ше? Күнделікті құйылып жатқан пайданы алақанның сыртымен ысырып тастап, баяғы тас қалпына студенттік қарапайым өмірге қайта түсуге күш-жігері, жүрегіндегі иманы, қуаты жете ме екен? Күмәнді. Мен істің мән-жайын аталмыш маркетингтің жұмыс істеу тәртібін тыңдағаннан кейін оларға екеуіңізден естіген мәліметтерге ғана сүйеніп, мұндай күрделі мәселенің үкімін дәл қазір табан асты шығарып бере алмаймын. Маған ертең арнайы келіп, бейне бір жаңа клиенттеріңе түсіндіріп жатқандай, осы маркетингті егжей-тегжейлі таныстырыңыздар. Қосымша кітап, брошюра секілді түсіндіру құралдарыңыз бар болса, оны да өздеріңізбен бірге ала келіңіздер. Сонда ғана толыққанды жауабын айта аламын деп шығарып салдым. Ертесі жұмыстан кейін бір топ жігіт болып кабинетіме кірді. Мен оларға айналайындар, білемін, сіздер осы сауда түрі арқылы қомақты қаржы тауып жүрсіздер. Сондықтан сіздер адал болса екен деген ниетпен келіп отырсыздар. Басқаша айтсақ, адал болсын, қайткенде де адал болу керек деген көңілде, сондай психологияда тұрсыздар. Ал мұндай күйдегі адам көбінесе өздері қаламаған арам деген үкімді естігенде, өздерінше түрлі ақтау мен сылтау іздеп, түрлі дәйектерді алға тартып, өздеріне керек адал деген үкімді естігенге дейін байыз таппайды. Тепе-теңдік сақтап ойлауды жоғалтып, сыңар езу тартады. Ендеше сіздер осыған абай болыңыздар. Менің келтірген деректерімді ой таразысы мен ождан безбеніне салып, әділ қорытынды жасаңыздар дедім. Олар оныңыз рас, сондай күйде отырмыз деп бір күлді. Манас деген жігіт маған аталмыш желілік маркетингті таныстырып жатыр. Талай адамның оп-оңай басын айналдырып алатын өздері әбден машықтанған жүйемен зуылдатып түсіндіріп жатыр. Мен нақты сұрақтар қойғанда іркіліп қалады да, айналып қашып басқа жағын түсіндіре бастайды. Осылай бірнеше қисынды сауалдарымды қойдым. Мардымды жауаптан гөрі жалтармалы сөздерді естідім. Түсінікті болды. Бұл сауда түрі күмәнді. Бірнеше күннен кейін тағы да келіңіздер. Оған дейін мен сіздер әкелген мына 11 баспалдақ атты кітапты оқып, толыққанды байламға келіп, нақты үкімін айтамын деп шығарып салдым. Кітапты түгел оқыдым. Бұл сауда түрінің нағыз алаяқтықтың кәсіби түрі екеніне көзім әбден жетті. Не керек? Бірнеше күннен кейін әлгі жігіттерге бұл сауда түрінің қара мекенін егжей-тегжейлі нақты дәйектермен түсіндірдім. Бірен-сараны болмаса, көбісі еріксіз әрең бас шұлғып отыр. Көздерінде енді не істейміз деген қорқыныш пен қимас қарас байқалады. Мен оларға:
Өздеріңіз де байқағандай, бұл сауда түрі алаяқтықтың кәсіби үлгісі екендігіне сөз жоқ. Әрине, сіздерге мұны тастау оңайға соқпас. Бірақ дүниелік баянсыз арам пайданы емес, ертеңгі болатын махшардағы беретін ауыр есебімізді ойлауымыз керек. Дегенмен сіздерге мынаны сүйіншілеп айта аламын. Егер Алла ризалығы үшін осынау арам пайдадан шын ықыластарыңызбен бас тартатын болсаңыздар, екі дүниеде де жаман болмайсыздар. Ерте ме кеш пе мұның қарымы сөзсіз қайтады. Бастапқы кезде сіздерге ауыр болады. Қайтадан жатақханаға, қарапайым өмірге қайту қиын соғады. Бірақ Алланың ризалығы үшін бәріне көнесіздер деп шығарып салдым. Айтқанымдай, психологиялық һәм материалдық өте ауыр жағдайды бастарынан кешіпті. Жинаған ақшаларын қанаттарының астындағы адамдарға таратып береді. Өйткені пирамиданы өздері тоқтатқан жағдайда у-шусыз кету үшін солай істеуге міндетті. Олар кеткен соң 27 офистің көбісі жабылып, қанаттарының астына тіркелген 9000 адам тарыдай шашылып кетеді. Бір күні қалтамызда ыстық ас жерге көк тиынымыз жоқ, бөлмеме келіп нанға майонез жағып жеп отырғаны аянышты жағдайымды көрген бір студент танысы мені қанағат асханасына апарып бір той отырған еді деп дастан қаржылай қатты қиыншылық көрген күндерін еске алды. Енді естіп отырмын, жұмыстарының кері кеткеніне ашуланған аталмыш желілік маркетингтегі қыруар табыс тауып жүрген басқа бір лидері осының бәріне себеп болған қайраттың көзін құртқызамыз деп ант ішкен екен. Қытайдағы компанияның есеп шотына бұрынғыдай ағыл-тегіл құйылып жатқан ақша азаяды. Көп өтпей шетелден компания басшыларын 2 адам ұшып келіп, Дастанды қайтадан кеунет желілік маркетингіне жұмыс істеуге көндірмек болады. Тіпті олар жұмыстарына кедергі болған менің фәтуамның да хабардар болып, қайрат деген кім? Керек болса, басқа үлкен дін ғалымдарына фәтуа аламыз деген де көрінеді. Тіпті оған Бентли автокөлігін және Алматы қаласының аса қымбат тұратын пәтер ұсынады. Бірақ Дастан бауырымыз жоқ деп үзілді-кесілді бас тартады. Міне ерлік, міне имандылық. Бір күнде тап-тақыр кедейге айналатынын білсе де, ондағы иман қуаты 5 күндік дүниедегі харам табысты емес, тура жолды, ақыреттік сауапты таңдады. Міне иманның сиқырлы күші, міне тірі әулие. Дастан кеунет желілік маркетингінен кеткен соң, қаржылай қатты қиналып қалады. Жатақханада нанға майонез жағып жеп отырғанды көрген бір танысым мені қанағат кафесіне апарып ас алып берді деп шалқыған өмірден соң әп-сәтте кедейге айналған сол күндерін есіне алғаны бар. Оқуын бітірген соң Дастан бірнеше жыл әскери мекемеде қызмет атқарды, ал бүгінде еліміздің бірнеше қаласында табысты жұмыс істейтін Дами ресторандар желісінің иесі. Дастанның тарихы жаратқанның ешбір шынайы ниетті, ізгілік амалды қайтарымсыз қалдырмайтындығының тарихы. Ал мен жылдар бұрын айтқан сүйінші хабарының орындалғанына куә болдым. Жаратқанға шүкір еттім. Құрметті тыңдаушылар, бұл кітап Кемел адам кітабынан алынды. Бұл ақпарат, бұл болған оқиға Қайрат Жолдыбайұлының алдына келген 2 студенттің басынан өткен оқиға. Каналға тіркеліп, мені қолдап қойыңыздар.